Здравствуйте, ребята! В здоровом теле здоровый дух. Жду я друга на обед. Ты будешь учиться высказывать свое мнение о прослушанном. Тыңдалым жөнінде өз ойыңды айтуды үйренесің. Отличать стихотворение от рассказа и сказки. Өлең жолдарын әңгімеден және ертегіден ажырата аласың. Упражнение первое. Послушай стихотворение. Бірінші жаттығу. Өлеңді тыңдаймыз. Ответьте на вопрос, который задается в тексте. Мәтінде қойылған сұраққа жауап береміз. Расскажи, чем ты обычно угощаешь своих друзей? Сен достарыңды немен тамақтандырасың? Жауап береміз. Жду я друга на обед, сладкого к обеду нет. Торта, кекса, пирога, пудинга и творога, шоколада, мармелада, винограда, лимонада. Подскажите-ка ответ, что купить мне на обед? Каримова. Мен досымды түскі асқа күтіп отырмын. Бірақ ешқандай тәттілер жоқ. Торт-та, кекс-та, пирог-та, шоколад-та, мармелад-та ешқандай тәтті қойған жоқпын. Жүзім де лимонад та жоқ. Енді айтыңыздаршы, түскі асқа не қоямын? Теперь задание. Напиши в тетради полезные угощения для гостей. Дәптерге қонақтарға арналған пайдалы тағамдарды жазамыз. Выскажи свое мнение о том, правильно ли мальчик приготовил угощение другу. Бұл жерде бала өзінің досына дұрыс тағам қойды ма? Қалай ойлайсың? Өз ойыңды айт. Подумай, чем стихотворение отличается от рассказа и сказки? Өлең әңгімеден және ертегіден қандай айырмашылығы бар? Ответьте на вопросы. Сұрақтарға жауап береміз. Говори правильно. Дұрыс айтамыз. Торты. Повторяем за мной. Молодцы. Идем дальше. Упражнение 2. Рассмотри картинку и ответь на вопросы. Суретке қараймыз, сұраққа жауап береміз. Что едят люди на завтрак? Адамдар таңғы асқа не жейді? Что едят люди на обед? Адамдар түскі асқа не жейді? Что едят на ужин? Адамдар кешкі асқа не жейді? Напишите ответ на первый вопрос. Бірінші сұраққа жауабыңды дәптерге жаз. Образец, үлгі. Люди на завтрак едят? Что едят люди? Пишем. Что пьют люди? Пишем. Не жейді адамдар таңғы асқа және не ішеді. Жазып кетеміз. Идем дальше. Упражнение 3. Отгадай ребусы. Ребусты шиш. Напиши эти слова в тетради. Это полезные продукты или нет? Ол сөздерді дәптерге жазамыз. Ол пайдалы тағам ба, әлде жоқ па? Найдите слова. Отгадайте ребусы. Например, здесь есть слово кефир, айран. Запишите в тетради. Как вы думаете, это полезный продукт или нет? Остальные слова вы должны найти сами. Упражнение 4. Прочитай текст. Мәтінді оқимыз. Подарки. Детям подарили новые кружки и новые кружки, подставки. У Жаната красная кружка и красная подставка. Саян выбрал зеленую кружку и зеленый кружок. Асель и Айман взяли синие кружки и кружки. Балаларға жаңадан кружкілер берді және астына қоятын дөңгелегінді берді. Жанат қызыл кружка таңдады және астына қоятын қызыл дөңгелегінді алды. Саян жасыл кружка алды және жасыл кружок алды астына қоятын. Әсел мен Айман көк кружка алды және астына қоятын да көк түсі көк болды. Теперь задание. Объясните значение слов кружки и кружки. Бұл сөздердің мағынасын түсіндіріңіз. Чем они похожи, чем отличаются?
немен ұқсайды және айырмашылық қандай? Выпишите из текста выделенные словосочетания. Мәтіннен қарамен жазылған сөзді теріп жазамыз. На какие вопросы они отвечают? Чем отличается? Қандай сұраққа жауап береді? Және айырмашылығы қандай? Выпишите из текста слова, которые отвечают на вопросы «что сделали». Мәтіннен не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Например, мысалға, что сделали? Подарили. Не істеді? Сыйлады. А теперь остальные слова вы должны найти сами. Идем дальше. Упражнение 5. Объясни пословицу. Мақалды түсіндіреміз. Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть. Как ты думаешь, знал ли об этом герой стихотворения? Мақалды түсіндір. Дастарханға отырмас бұрын не жейтінімді ойланамын дейді. Өлең жолдарындағы кейіпкер осыны білді ме? Как ты думаешь? Қалай ойлайсың? Упражнение 6. Картинный диктант. 6-шы жаттығу картиналық диктант. Рассмотри картинки и напиши слова. Суретке қарап сөздерді жазамыз. Яблоко, банан, груша, слива, морковь, огурцы, капуста, помидор. Назови группы картинок одним словом. Екі топқа бөлінген суреттерді бір сөзбен қалай атаймыз? Правильно, это фрукты и второе овощи. Молодцы. Урок окончен. До свидания.